Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен жыл бойы аңсап ішетін наурыз көженің толық дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Әрине, әр аймақта бұл наурыз көже әртүрлі жасалады. Мен сіздерге өзімнің жасалу жолымен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте дәмді. Бізге қажетті заттар ең бастысы жылқының сүрленген еті, ол менде осы кезде қазанда қайнап жатты, және де мейіз. Сондай-ақ жүгері қажет, менде жүгерінің өзі болмағандықтан осындай жүгері ботқасын пайдаландым аздаған. Және дәміне қарай тұз саласыздар. Сондай-ақ арпа. Арпаны мен бір күн алдын түнде ыстық суға батырып қойғанмын, сол кезде ол тезірек піседі. Яғни перловка. Күріш, жалпы наурыз көжеде қатып қалған қағида жоқ, ең бастысы жеті дәмнен тұрса болғаны. Сондай-ақ тары. Мен осы аталған ингредиенттің барлығын алдын ала бірнеше рет тап-таза етіп суға жуып алдым. Және ең бастысы бір ағарған болуы тиіс, міндетті түрде құрт қоссаңыздар өте дәмді болады. Кей жерлерде айран немесе сүт те қосып жатады. Мен осылай құртты ыстық сорпаға езіп қостым. Дәмі өте ерекше болып шығады. Ал енді наурыз көжемізді жасауды бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, үстіне етімізді саламыз. Менде бұл жерде жылқының сүрленген еті 5 литр су. Суымыз қайнағаннан соң бетіне шыққан көбікті бірнеше рет алып тазартамыз. Содан соң әбден көбігі басылғаннан соң дәміне қарай үстіне тұз қосасыздар. Енді әбден қайнаған сорпамызды құрттың үстіне құйып, ыстықтай осылай құртымызды езіп аламыз. Мен алғаш кезде осылай ожаумен ездім. Кейіннен әбден салқындаған соң қолмен өте оңай езілді. Менде ет 2 сағат бойы пісті. Ет пісерге жарты сағат қалғанда арпаны салдым. Себебі арпа басқа дәнді дақылдан қарағанда өте ұзақ қайнайды. Және піскен етті осылай сүйегінен ажыратып, ұсақ 4 бұрыш етіп кесіп алдым. Достар, менің каналыма тіркелген болсаңыз, видеоларымды жіберіп алмас үшін жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Арпа біраз уақыт қайнағаннан соң үстіне жүгеріні және де тарыны салып жібердім. Және де тағы да шамамен 5-6 минут уақыт өткеннен соң үстіне күрішті де салдым. Және ең соңынан осылай аздаған мейіз салып, бір қайнатып алдым. Мейізіміз бір қайнағаннан кейін ұсақ етіп турап қойған еттерімді де салып, барлығын жақсылап бір араластырып алдым. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін дәмін бір көресіздер. Егер тұзы жеткіліксіз болса, тұз салып жіберсеңіздер болады. Ал мен құртты тағы бір езіп, қосып жібердім. Дәмі деген енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, өте дәмді болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Осымен біздің наурыз көжеміз дайын. Ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі құтты болсын, ақ мол болсын. Назарларыңызға көп-көп рахмет.